Қазақстан зейнеткерлері үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, егерде жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға подписация және де бір ғана лайк түймесін басуыңызды сұраймыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлауынша, жыл басынан бері республикалық бюджеттен 824,3 миллиард теңге төленді. Оның ішіне базалық зейнетақы төлеуге 253,1 миллиард теңге, ынтымақтастық зейнетақы төлеуге 572,2 миллиард теңге төленген. 2023 жылы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 2,293,000 зейнеткер бар. 2023 жыл 1 сәуірдегі жағдай бойынша жиынтықты зейнетақының орташа мөлшері 120,798 теңгені құрайды. Оның ішінде ынтымақтастықты зейнетақы төлеуге 82,953 теңге, базалық зейнетақы төлеуге 37,845 теңге деп хабарлады ведомство. Бұл жерде айтып кетерлік, 2018 жыл 1 шілдесінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы өтелгендік жағдайына қарай отырып қайта тағайындалды. Бұл ретте 1998 жылдың қаңтардағы жағдай ынтымақтастық жүйедегі істеген жағдайымен салыстырады. Егер азаматтың өтілімі 10 жылдан кем болса, не болмаса жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкеріс жағдайының 60%-на тең болады. 10 жылдан аса әрі жылына 2%-ға қосылып бара береді. Егер сіздің еңбек төленіміңіз 20 жыл болса, онда ол ең төменгі күнкеріс деңгейінің 80%-ын құрайды. Егер 30 жыл болса, онда ең төменгі күнкеріс деңгейінің ең жоғары мөлшерінде, яғни 100% белгіледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, сау саламат болыңыз.